Мен бақыттымын, себебі мен бүгін сурет саламын. Мен өзім сурет салуды 50-ге келгенде ғана бастадым. Көбінесе ауылдағы қазақ әйелдері өзіне ұнайтын іспен айналысуына мүмкіндіктері бола бермейді. Бәрінің жағдайын жасауын керек. Үй шаруасы әйтеуір айналып келе беретін, не басы, не аяғы жоқ, бітпейтін бір сарынды күйбең тіршілік қой әйтеуір. Ал қазір осы 50-ге келген шағымда өміріме өзгеріс келді, үлкен өзгеріс. Қазір тыныштық кезеңі басталды менде. Қазір өзімнен басқаның бәрінің жағдайын жасаудан, күнделікті бір сарын күйбең тіршіліктен арыла бастадым. Өзіме де уақыт арнап, жаным нені қалайды деп тоқталуға, уақыт арнауға мұрша таптым. Мозес әжей деген кісіні естулеріңіз бар ма? Естімеген болсаңыздар айтып берейін, өте қызық. Бұл кісі 76 жасында суретші болып, бүкіл әлемді таң қалдырған кәдімгі қарапайым американдық әжей. Мозес апа 101 жасқа дейін жасап, артына 1600-ден астам керемет суреттер қалдырып кеткен екен. Негізі, оның өмірі оңай болған жоқ. Шын аты Анна Мария Робертсон Мозес. 1860 жылы кедей отбасында туылған екен. Мектепке бармаған, білім алмаған, сурет салуды да оқымаған екен. Жастайынан 11 жасынан бастап өз ата-анасының үйінде де, көршілес байлардың үйінде де еден жуып, бақша жұмыстарын жасап, қызметші болып, жұмыс жасап, ауыр шаруаларды жасап өскен қыз екен. Арада жылдар өтіп, 27 жасында фермада жұмыс жасайтын жігітке күйеуге шығады. Алайда бұл кезде де рахат өмір көрмейді, керісінше өмірі бұрынғыдан да ауырлайды. Күйеуі екеуі таңнан кешке дейін фермада тынбай еңбек етеді. Жинаған ақшаларына сиыр сатып алып, оны сауып, май шайқайды. Арасында картоптан чипсы жасап, оны да сатады. 10 бала табады. Бірақ өкінішке орай баланың 5-еуі кішкентай кезінде шетінеп кетіп, қалған 5 баланы күйеуі екеуі тәрбиелеп, бағып-қағып өсіреді. Қысқасы, баланың қайғысында қара жұмыстың бейнетін де көрген қайратты адам болған екен. Содан көп жылдар өтеді. Балалары ұлғайып, өздерінің ересек өмірлерін бастап кетеді. Жасы ұлғайған Мозес апаның денсаулығы да сыр бере бастайды. Оның үстіне күйеуі қайтыс болып, шаруашылықты ең кіші ұлына тапсырады. 76 жасқа келгенде қатты артрит болып, денсаулығы құртыла бастайды. Бұрын кесте тігетін еді, оған да шамасы келмей қалады. Өмір бойы тыным тауып көрмеген адам бос отыра алмайды ғой. Ермек болсын деп қолына қылқалам алады. Салған суреттері қандай дейсіз ғой? Кәдімгі өзіміз білетін ауылдың көрінісі, табиғат, мерекелер. Баланың салған суреті сияқты өте қарапайым, бірақ жылы суреттер еді. Әжей көбінесе өзінің балалық шағын елестетіп, өзінің ауылының қырлары мен қыраттарын, малы мен құсын, шаруа жасап жүрген адамдарды салатын еді. Мозес әже суреттерді атақ үшін емес, туыстарына, көршілеріне сыйлық ретінде беру үшін салатын еді. Бір күні қызық болады. Әжей суреттерін ауылдағы дәріханада істейтін танысының дәріханасына қойып қояды. Адамдар көрсе, қызығып, сатып алатын адам табылып қалар деп үміттенеді ғой. Күндердің күнінде дәріханаға бас сұққан Луис Калдор деген мықты коллекционер кісі картиналарды көріп қатты қызығады. Мұнаның авторы кім деп сұрайды дәріханашыдан. Сөйтіп, әжейді тауып алып, 14 суретін бар жоғы $200 сатып алады. Кетіп бара жатып, мен сізді әлі әлемге әйгілі етемін, көресіз дейді. Мозес әжей ондайға сенбей, тек қана мынау бір ақкөңіл адам екен деп күледі де қояды. Бірақ жаңағы кісі сөзінде тұрады. 1940 жылы әжей 80 жасқа келгенде оның жеке көрмесін ашады. Сол сәттен бастап жұлдызы жанады десеңізші. Газеттер жарыса жазады. Көрмелері Еуропа мен Жапонияны шарлайды. Оның қарапайым, мейірімді суреттерін жұрт
балалық шағымызға саяхат деп жақсы көріп кетеді. Осылайша Мозес әжейдің бағы жанып, 80 жасында атақ даңқы артады. Тіпті ақш президенті Труменнің өзі қабылдап, сыйлық берген екен. Әжейдің суреттері ашық хаттарда, маркаларда, ыдыс аяқтарда, тіпті маталарда да басылып шығады. Кезінде су тегін таратылған суреттері кейін аукциондарда $60,000 қазіргі ақшамен сұмдық бағаларға өтіп кететін болған екен. Ең қызығы, оның 100 жылдығын штат губернаторы Мозес әжей күні деп жариялап, дүркіретіп тойлаған екен. Әжей 102 жасқа қараған шағында дүниеден өтіпті. Сондықтан достар, егер біреу сізге енді кеш, уақытым өтіп кетті деп жатса, осы Мозес әжейді еске алыңыз. 76 жасында өмірін нөлден бастап тарихқа еніп кетуге болады екен. Ең бастысы қорықпай бастау керек. Міне мен де 50-ге келген шағымда сурет сала бастадым. Мүмкін күндердің күнінде менің де бағым жанып, еңбегім еленіп қалар. Қалай ойлайсыздар? Çö qo'ylar, çö. Çö canım. Çö. 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 Oy qo'shaqin. Çö. Canım. Бұл картина үйіңіздің сәні ғана емес, рухыңыздың қорғаны болсын. Таныс болыңыздар. Бұл тұмар. Міне достар, нәтижесі осы. Қолыма алған кезде бұл картинадан бөлек бір жылуды сезіп тұрмын. Тұмар жай ғана қабырғаның сәні емес қой. Ол шаңырақтың қорғанышы, берекесі. Мен бұл туындыға тек бояу ғана емес, шын ниетімді, ақ тілегімді қостым. Кімнің үйіне бұйырса да, тек қана жақсылығы келсін деп тілеймін. Қалай ойлайсыздар, осындай ұлттық нақыштағы дүниелер қазіргі заманауи үй стильдеріне жараса ма? Ойыңызды төменге жазып қалдырыңызшы. Сізбен болған Жанат Серікқызы. Келесі кездескенше. Ал сіз үйіңіздің төріне нені ілер едіңіз? Еуропалық пейзажды ма? Әлде осындай ұлттық бой тұмарды ма?